Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай түскі немесе кешкі асқа ұсынылатын өте жеңіл, оңай дайын болатын тағам дайындайтын боламыз. Бұл тағамға кез келген тауықтың етін қолдансаңыздар болады. Бүтін тауықты немесе мен секілді осылай тауықтың сандарын немесе тауықтың төс еттерін де қолдансаңыз болады. Ең алдымен етіміздің осындай артық жерлерін кесіп аламыз. Әрине жақсылап бірінші жуып алуымыз керек. Содан кейін осындай құрғақ қағаз сүлгілермен біз сыртынан сүртіп шығамыз. Енді табамызға майымызды құйып, кішкене қызған кезде осылай тауық еттерін салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Әр бетін 10-15 минуттан қуырсаңыздар жеткілікті. Қуырылып болған тауық еттерін таза ыдысқа бөлек салып аламыз. Енді майымызға ұсақ етіп туралған сарымсақты салып, 1-2 минут кішкене сарымсақ қызарғанша қуырамыз. Үстінен ұсақ етіп туралған пиязымызды салып, тағы да жақсылап қуырып аламыз. Енді тауықтарымызды орналастырып, үстінен салқын кілегейімізді құятын боламыз. Мендегі кілегей 33% кілегей. Сіздер қалаған пайыздық кілегейді құйсаңыз болады. Кілегейімізді құйып болғаннан кейін табамыздың қақпағын жауып, 30-40 минуттай пісіріп аламыз. 10-15 минут өткеннен кейін тауық етінің екінші бетін аударуды ұмытпаңыздар. Міне осылай дайын болып піскен тағамымыздың жанына кез келген күріш немесе макарон өнімдерін пісіріп ұсынсаңыз болады. Немесе тауық етінің өзінде тағам ретінде ұсынуға болады. Мен күрішті пісірдім және осылай тауықты қасына қойып, үстінен соус суларымызды құйып, және де түрлі көкшептерді сала отырып ұсынатын боламын.
Міне тағамымыз осындай болып шықты. Дәмі де өте әдемі болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Менің келесі видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен әдемі. Келесі кездескенше.